Ал енді бұл сөз нені білдіреді? Мысалы, Әл-Қуртуби рахматулла истива туралы былай дейді. Ол сөзді бір нәрсеге назар аудару деп түсіндірген едім. Оның бірнеше мағынасы бар. Біріншісі, الاستواء في اللغة الارتفاع والعلو على الشيء. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك لتستووا على ظهور. Құран истауа сөзін бір нәрсенің үстіне шығуға қатысты қолданады. Бір нәрсеге көтерілуге, өрмелеуге қатысты. Мысалы, Нұх алейхиссалам және қасындағылары кемеге мінген кездерінде Алла тағала فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك. Сен және сенмен болғандар кемеге көтеріліп, сонда жайғастыңдар дейді. Сол сияқты сіз жануарға мінсеңіз, оған өрмелеп арқасына отырасыз. Алла тағала осы сөзді аршқа қатысты қолданады, 7 қат аспанның үстіндегі. Осыны тікелей аударғанда, ол таққа көтерілді. Кейін, бірақ бұны қалай түсінеміз деп басымыз қатады. Адамдар тақты елестете бастайды. Патша сол таққа жайғасуын елестетеді. Бұлай ойлау дұрыс емес, Аллаға лайық емес. Осы мәселеге қатысты имам Мәліктің сөзі үмметтің жалпы ұстанымына айналды. Осы сөздерді оқиын, бәріңізге пайдасы тисін. Истиваның аудармасын назар салу немесе көтерілу деп алсақ та, бұлар белгісіз нәрселер емес. Алланың аршқа истива еткені сөзсіз. Бұлай болғаны құпия емес. Ал ол қалай болғанын түсіне алмаймыз. Бұл Аллаға қатысты нәрсе. Оны түсіне алмаймыз. Сөзсіз, бұған иман келтіру парыз. Бұл иманымызды толықтыратын маңызды бөлшек. Бұл қалай болды, түсіндіріп берші. Мағынасы қандай? Арш деген тақ па, ол әсемделген бе деп сұрау. Осы мәселелерді қазбалай бастауға қатысты, оны жеркенішті бидағат дейді. Яғни дінді бұзатын жаңа нәрсені ойлап табу дейді. Имам Мәліктің бидағатқа қатысты бұлай айтуы, осы мәселеде қазбалайтын адамдарға қазбаламаулары керектігін білдіруі. Алла тағала сүренің басында әлиф ләм мим деді. Кей мәселелерді тек Алла біледі. Бұл аяттағы ең әдемі нәрсенің не екенін білесіз бе? Бұл жерін қатты жақсы көремін. Ол былай дейді. Қалай болды, қалай түсінемін деп отырған адамға Алла сол аятта жауап береді. Ол бәрін біледі. Бізге не дейді? Сендер дым білмейсіңдер. Дым білмейсіңдер, өз орындарында біліңдер. Сонымен, қалай болғанын білгім келеді дейтіндерге, Алла иман келтіргендерге осыған қатысты бастарын қатырмауларын айтады. Бұл жағдайға қатысты иман келтіруін жеткілікті. Сен еш нәрсені білмейсің, Алла біледі. Бұл сондай керемет. Аяттың ішінде көптеген маңызды мәселелер қамтылған. Аяттың ішінде дұрыс бағыт көрсетіліп тұр. Құран тек білім ғана бермейді, ол ойлау жолында көрсетеді. Ойлануды үйретеді. Адамның ойларын Алланың кәләмі Құран бағыттап отырады. Истауаны назар аудару деп түсіндірген едім. Бұны мен қайдан алдым? Имам Әл-Қуртуби рахматулла назарын салу, аудару деген. Бұл сондай-ақ имам Байхақидің ұстанымы. Оны ол Алла аршқа назарын салды деп түсіндірген. Бұлай айтуым арқылы ешкімді ренжіткім келмейді. Бірақ бұл нәрсе үмметке зиян келтіруде. Үмметті бұзуда, мен солай санаймын. Құран нені бізге маңызды етсе, сол маңызды, ал нені маңызды етпесе, ол маңызды емес. Алла бізге Алла қайда деген сұрақтың жауабын іздеңдер деді ме? Адамдар келіп Алла қайда деп сұрайды. 7 қат аспанның үстінде ме, әлде барлық жерде ме? Осы сұрақты Алла сұрайды ма? Сахабалар осы сұрақты қойды ма? Бір-біріне осы сұрақты қойды ма? Жоқ. Біз осы дерттен құтылуымыз керек.